Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы дәрумендердің пайдасы. Оқу мақсаты: тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу, мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру. Оқушылар, мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Дәрумен дегеніміз не? Дәруменнің қандай пайдасы бар? Адамның ағзасында қандай дәрумендер болады? Зиянды тағам түрлерін білесің бе? Неліктен диетолог дәрігерлер дұрыс тамақтануды ұсынады? Денсаулықты нығайтатын қандай тағам түрлерін білесің? Осы сұрақтарға өз ойларыңызды айтып, жауап берсеңіздер. Тыңдалым тапсырмасын мұқият тыңдап, мазмұнын баянда. Дәрумендердің пайдасы. Үшінші тапсырма. Адамның толып, семіздікке душар болуына шектен тыс тоя тамақ ішу әсер етеді. Диетолог дәрігерлер күнделікті дұрыс тамақтануға қажетті тағам түрлерін 6 топқа бөледі. Ағзаға қажетті ақуыз, май, көміртегі, дәрумендер мен минералды тұздар, сүзбе, сүт, қаймақ, айран, ірімшік, құрт, құрғақ сүт, қымыз, шұбат тәрізді тағамдарда мол болады. Ет, шұжық, балық пен жұмыртқаның құрамында өте пайдалы ақуыз бар. Олардың құрамында ақуыздан басқа майлар, көміртегі, дәрумендер, минералды тұздар да бар. Күніне 500 грамм сүт немесе айран ішіп, 150-200 грамм ет жеген адам ағзаға қажет бір тәуліктік ақуыз алған болып есептелінеді. Осылайша майды, түрлі дәрумендерді, минерал тұздарын, көміртегін ескере отырып, тағамдардың түр-түрін әзірлеуге болады. Жаз, көктем және күздің алғашқы айларында ет азырақ пайдаланылады. Етті шамадан тыс, әсіресе жатар алдында көп жеп, сорпасын ішу бүйрек пен жүйке жүйесіне, бауырға ауыр соғады. Жеген етті қорыту үшін асқазаннан мөлшерден артық сөл бөлініп, оның соңы асқазан жарасы ауруына соғуы ықтимал. Орта жастағы адам үшін тәулігіне 150-200 грамм ет жеткілікті. Балық тағамдарын жиірек пайдалану тиімді. Олар ағзаға өте пайдалы. Балық еті мал етіне қарағанда ағзаға жеңіл және тез сіңеді. Ағза үшін өсімдік майы пайдалы. Сондай-ақ нанның құрамында триптофан, литианин, лизин деген құнды амин қышқылдары аз. Әсіресе семіруге бет алған адам нанды аз мөлшерде пайдалануы тиіс. Сөйтіп, күнделікті тағамға ет, тауық еті, көкөніс пен жемістерді қажетті мөлшерде пайдалану денсаулығымызды сақтауға көмектеседі. Адамның ойлау қабілеті барынша толық түрде жүзеге асуында минералды заттар мен микроэлементтер де көп қызмет атқарады. Адам миына оттегін эритроциттер арқылы жеткізуге көмектесетін темір элементі етте, көкөніс пен жемістерде, әсіресе алмада көп. Ойлау қабілетінің белсенділігін арттыратын мырыш пен мыс, картоп, қара бидай дәні мен төсті қырыққабатта кездеседі. Есте сақтау қабілетін арттыратын лецитин, жаңғақта, тауық жұмыртқасында, сары майда, макрель мен сельдь балықтарында бар. Жүйкені нығайтатын кальций мен магний элементтері тауық етінде, йогурт пен ірімшікте, сондай-ақ бізде көп кездесе бермейтін авокадо мен манго жемістерінде кездеседі. Айтылым тапсырмасы. Диетолог дәрігерлер күнделікті дұрыс тамақтануға қажетті тағам түрлерін неше топқа бөледі? Неліктен? Күніне 150-200 грамм қандай тағамды жегенде адам ағзасына қажетті бір тәуліктік ақуыз алған болып есептеледі? Бүйрек пен жүйке жүйесіне, бауырға ауыр соғатын қандай тағамдар бар?
Не себепті ауруға ұшыратуы мүмкін? Қандай тағамды жиірек пайдаланған дұрыс? Неліктен тиімді деп ойлайсың? Адамның ойлау қабілетін жақсартатын қандай тағам түрлері кездеседі? Осы сұрақтарға өздеріңіз ауызша жауап беріңіздер. Жақсы, жарайсыздар. Енді жазылым тапсырмасын орындайық. Суреттегі бір жемістің түрін таңдап, сол жайында жарнама дайында. Жарнамада суреттегі жеміс-жидектердің пайдасы, оның құрамындағы дәрумендер туралы ақпараттар қамтылуы тиіс. Оқылым тапсырмасы. 6-шы тапсырма берілген. Мәтінге тақырып қой, мәтін бойынша жоспары құр, мәтіндегі негізгі ойды білдіріп, тұрған сөздер мен сөйлемдерді тап. Құрметті оқушылар, бүгінгі алған білімдеріңізді қорытындылау мақсатында кері байланыс жасаймыз. Ол үшін видеоның астында сілтеме берілген, сол сілтемені басу арқылы тапсырманы орындап жіберіңіздер. Сіздерге сәттілік тілеймін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.